Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 59-шы сабақ. Бүгінгі тақырып саулық сақтықта. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқисың, оны өз сөзіңмен әңгімелейсің. Бірінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Қандай кәсіп иесі екенін тап. Кім дейміз? Батыл да, батыр да, айлалы, ақылды, күндізде түнде де 101-ден табылды. Онымен таныссын, ер жүрек барыстай, тап берсе тілсіз жау, жалынмен алысқан. Бұл балалар өрт сөндірушілер туралы екен. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Өрттен құтқарушы иттер. Өрт болғанда жас балалардың үй ішінде қалып қоюы жиі кездеседі. Өйткені олар қорыққанынан тығылып қалады да үнсіз жатады. Ал түтін оларды анықтап көруге мүмкіндік бермейді. Сондықтан осындай жағдайларда пайдалану үшін Лондонда иттерді үйрете бастаған. Ондай иттер өрт сөндірушілермен үнемі бірге болады. Үйден өрт шыға қалғанда өрт сөндірушілер итті балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақтар арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп көрінбей кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден жүгіріп шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жас төгіп құшақтай алды. Өрт сөндірушілер итті сылап сипап жарақаттанған жері жоқ па екен деп қарай бастады. Бірақ Боб қайтадан үйге қарай ұмтыла берді. Өрт сөндірушілер үйде тағы бір тірі жан болуы мүмкін деп ойлады да оны жіберді. Ит үйге жүгіріп кірді де аздан соң тісіне тістеп алған бір нәрсені көтеріп қайта шықты. Жұрт оның алып шыққан затын анықтап көргенде бәрі де күлді. Алып шыққаны үлкен қуыршақ екен. Лев Толстой, аударған Сейітжан Омаров. Үшінші тапсырма: суретке қарап мәтінді әңгімеле. Суретте Боб есімді ит 2 жастағы қызды өрттің ішінен аман алып шықты. Боб өрт сөндірушілерге үлкен көмегін тигізді. Балалар, келесі 4-ші тапсырма: өрт неден шығуы мүмкін? Өрт тілсіз жау дегенді қалай түсінесің? Өрт әртүрлі себептен шығады. Мысалы, отты дұрыс қолданбау, электр сымының бұзылуы немесе сіріңкемен ойнау өртке әкеледі. Өртті тілсіз жау дейді, себебі ол ескертпей шығып, көп зиян келтіреді. Сондықтан оттан әрдайым сақ болу керек екен балалар. 5-ші тапсырма: ойланып үлгіге сәйкес ауызша ереже құрастырыңдар. Өртті болдырмау шаралары: үйден шығарда электр тоғын, газды сөндіру керек. Сіріңкемен, оттықпен ойнауға болмайды. Отты қараусыз қалдырмау керек екен балалар. Екінші, өрт болған жағдайда өрт сөндірушілерді шақыру керек. Үлкендерге дереу хабарласу керек. Түтін шықса тез сыртқа шығу керек екен балалар. Балалар, соңғы 6-ші тапсырма: саулық сақтықта дегенді қалай түсінетініңді айт. Саулық сақтықта дегеніміз денсаулықты сақтау үшін абай болу, яғни дұрыс тамақтану, тазалықты сақтау, қауіпті нәрселерден сақтану. Саулық сақтықта болса балалар, адам ауырмайды. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.